Гүлайым Мәнтайқызы Түстікбаева 1960 жылдың 10 шілдесінде Алматы облысы Қаратал ауданы Красный Восток ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Гүлайым Мәнтайқызы саналы ғұмырын елге қызмет етуге арнады. Алматы қаласында халықаралық мамандықтар институтының қоғаммен байланыс факультетін аяқтап, еңбек жолын 1984 жылы Қаратал аудандық коммунизм жолы газетінде тілшіліктен бастады. Журналистика саласында 8 жыл жемісті еңбек етіп, өмірдің жаңа белесі жергілікті атқарушы органдарында қызметін бастады. Осылайша 1992 жылдан халық депутаттары Қаратал аудандық кеңесінде, аудан әкімі аппаратында, ішкі саясат бөлімінде жауапты қызметтер атқарды. Кейін келе 2006 жылдан Талдықорған қалалық газетінде журналистик төл мамандығын жалғастырып, мерзімді басылымның директор, бас редакторының орынбасары қызметін атқарды. Журналистің туған жердің тарихын зерттеуге арналған еңбегі де бір төбе. Алғашқылардың қатарында табылып, Талдықорған тарихының деректерін жинап, нәтижесінде тарихы терең Талдықорған кітабы авторларының бірі болды. Гүлайым Мәнтайқызының артында ұрпақтары, немерелері бар. Туған туыстары, ел жұрты Гүлайымның есімін мәңгі есте сақтайды.